ақша қайда кетті сол? Ең соңында түбінде ақшаны беру керек, машинаны беру керек қой. Бұнда тек қана өздеріне ыңғайлы сұрақты қоятын адамдар ма? Дайындалған Замогынан емес, ДВД-дан емес, прокуратурадан емес, мен мына қоғамнан, мына отырған қоғамнан, осы қоғамға сенбеймін. мысалы Иә, біраз істер қазір қоғамның өндірісінде. Мен сіз екісінен айтамын, Бұл біраз істерді істер бар. кеше көрдім. Бір қоғамда неде әлеуметтік желіде тараған адвокат сөйлеп жатты. прокурор Бір сөйледі. дәмді деген ба, бір мейрамхананың несі. Мемлекеттен жымқырған мүмкін емес. Сіз қымбаттан сұрағыңыз мүмкін емес. Мен сізге айтып отырмын ғой. Мен адамды өйтіп босатып салсам. Шақырыңызшы ұйымдастырыңыз. Жоқ, расында шақырыңыздар ұйымдастырушыларды. Ал керек та бізде халқымызға айтып жүрген мәселе бізде. Сіздер брифинг келіп жатсыздар ма? Аға, сізге сұрақ қойып отыр, аға. Аға! Кімге қалай жауап беріп жатқан? Соны естіп қалып келіп тұр. Неге оған тосқауыл қойып жатырсыздар? Жоқ, бір ғана сұрақ. Мен де журналистпін ғой, сіз мен де кіргізбей тұрсыз ғой. Өйткені сіз біз жыласынан бері Жоқ, бұлар халықтың артынан келіп тұр. файліңізді бармасыз қандай Мен тәуелсіз журналистпін. Қаражанова Бекнұр, сіз не қашып сөйлесеңіз. арнайы аккредитацияның аккредитация болады. Қараңызшы, мен жаңа айтып тұрсыз ғой, сіз қаяқтан келдіңіз деп айтып тұрсыз ғой, мен халықтың атынан келіп тұрмын. Сіз мені білесіз. Халық мына алдымен білесіз. Қазір Мына біз халықпыз. прокуратура ескертейін, сол кісілермен бір ауыз Сіз журналистсіз ғой, журналистті түсіну керек емес па? Халық білгісі келіп отқан шығар, қандай? Халықпен кездеспейсіздер ғой сіздер. Халық бізді жіберіп тұрғанша сіз қайдан білесіз? Сіздер халықтың алдынан шыға алмайсыздар ғой. Алдыңызға келіп отырған халықты да кіре алмайсыз. Мысалы мен халықпын. Менің баспаған тауым бармаған жерім жоқ, аман шырылдап кетіп тұрмын мен. Немерем, прокуратураңда, ДВД-да, мынау нелерің де барлығы 2 жылдан бері есіктерін тозып, мен міне осыны аңдып келіп тұрмын бүгін. Мен журналистпін ауыл. Міне халықтың адамы. Көз бояушылықпен отчет берген. Болмайды ол. Міне халықты қорғайтын адамдар. Жоқ, отчетты айтамын ше, бәрі гладкий қылып өтеді ғой, гладкий. Өтір. Сен кім, қызым, атың кім? Мен заң орнының адамдарына шаршағанда міне қоғамның адамына келіп тұрмын. Заң орнынан шаршағасын. Бұның тәуелсіз. 20 миллионнан айырып қалған. Міне қоғамды. Бұл жерде ақша да емес, баланың мәселесі тұр бұл жерде. Біз бірнеше адам брифингте сұрақ қойғымыз келіп отыр. Именно қорғау полицияға, сосын ТР мекемесіне, прокуратураға біраз өкпе назарымыз бар. Как раз өздері есеп беріп жатыр, сол кезде СМИ-дің алдында өзінің жауабын берсін. Егер де сіздер рұқсат қағазы жоқ деп кіргізбейтін болсаңыздар, маған ауызша айтыңыздар, бұл жабық құпия жиналыс. емес, бірақ негізі бұл аккредитациядан өткен. Раушан сондай ше, біз сұрақтарымыздың барлығын жазып, жоқ қараңызшы, біз сонда барлық сұрақтарымызды жазып, сіздерге көрсетіп, сіздер ұнамаған сұрақты сіз тастап, ұнаған сұрақтарыңызды қоясыздар ма? Солай ма? Сонда журналистердің міндеті. Сонда біз кірейік та брифингке. Сіз айтып тұрсыз ғой қазір. Өзіңіз айтып тұрсыз ғой, қандай сұрақпен келді, соны барып сөйлесіп көрейін. Болмаса кіргізбейін деп тұрсыз ғой. Мен айтқым келіп тұрғаны, біздің брифингтің біздің тематикасы, ол жылдың қорытындысы бойынша. Енді мен сіздердің қандай іспен, қандай проблемамен Бізде қорытындыларымызды алғымыз келіп отыр. басшыларға жеткізу үшін Бізде сол қорытындының Сенің брифингің бітіп қалады қазір. Сен қорытындылап тұрғанда. Мен айтып тұрмын ғой, мен бірақ айтып тұрмын. 2 жыл болды. Бұнда көз бой. Прокурорыңда, ДВД-да, мына жауап беріп тұрғандарыңда. Біздің президент ешқандай не жоқ. Даже менде дәлелге дейін бар. Мен енді мына қоғамнан көмек сұрадым. Міне қоғамнан көмек сұрағасын келіп тұрмын. Жоқ, президентіміз айтып отыр. Мені кіргізбей ақ қой. Бірақ мына қоғам мені қолдап келсін, барып кіргізуің керек сен. мынадай Мен мәуен естім. Есіміңіз міне сағат 3:12 деп брифинг басталғанына 12 минут. Брифинг 20 минут болады. Жоқ, өзіңде отырасың ба? енді сіз 2 жыл бойы бір нәрседен шешілмеді деп Иә, шешілмеді. айтсаңызшы, мен басшыларға жеткізейін. Міне 2 кісі менің өкілім, мына кісі келмесе бізден бір адам мен кіргізіңіздер қоғамнан болды. көмек сұрап алып келіп тұрмын осыларды жетектеп. Міне Міне бізді кіргізуге. Екеуі кірсін, бұл Мен енді адам ұрып, журналистпен мен кірейін. істемеймін. Осы 2 адам кірсе болды. Мен айтып тұрмын ғой, сіздерді брифингтеміз деп бөлмеймін. қаралған судья ол айтып тұр, сен өз еркіңмен договорға қол қойдың,
машинаны беріп жібердің, так что саған претензия жоқ, машинаны үшінші тарапқа беріп жібереді дейді, адал сатып алушы деп. Ол жаңа білесіз ғой, Жасұлан деген кісі. Ол әйеліне аударып жібереді. Адал сатып алушы әйелі? Адал сатып алушы әйелі болып тұр қазір. Енді Ладно қазір деп, тағы да біреуге аударып жіберіпті. жоқ, өзіне аударып алған ғой. Жоқ, тағы да біреуге аударып жіберген тараздағы адам ол. Мен оны іздеп барсам, сөйтсем ол туысқан екен. Қызылордада да осындай жаңа туысқаным бар, соған машина іште тұр. Сонда адал сатып алушы әйелі машина Қызылордада қорасында тұр. Кеше сотта айтып тұр. Машина менің қорамда қайтадан маған әкеліп берді дейді. Ол сонда қай жерден адал сатып алушы болады. Машинаның енді қаулы бар ғой. Неге фиктивный сделка ғой, иә. Ол машина қорада тұр, әшейін бір-біріне аударып жіберген да, бірақ машина қорасында номерін алады, барады, келеді. Енді барып Қалай адал сатып алушы болады дейсің? Қалай адал сатып алушы болады. Одан кейін машинаны стоянкаға қой, қаулы тұр ғой десем, жоқ, қазір сот болып жатыр, мен машинамда қорамда, машинаны қоймаймын дейді стоянкаға. Соттайды тұр, дәл солай деп. Ал бізде алғашын шырылдағанымды білесің. Енді әділдік болды ма? Ешқандай әділдік болған жоқ қой. Мысалы, біз көлікті бердік, алданып қалдық қой. Соттың өзі сендер шарттың өз еріктерімен жасағансыңдар дейді. Қайықтың еркі, олар алдаудың мақсатымен істеп тұр ғой бәрін. Көзі көрініп тұр ғой. Мысалы, намын бөлігі Өсекбаев Жасұлан алып тұр. Тергеуде Жасұланды жәбірленуші қылдыңда. Қалай ол жәбірленіп тұр? Бауыржан, айтшы. Неден жәбірленіп тұр? 5 адамның көлігін сатады. Шырқыратып. 5-6 адамды ақша алсақ, берсек, сөйтіп жүріп ол жәбірленуші болады. Қалай? Соның кесірінен біз иттеп жүрміз ғой. Мысалы, мен емелем шырылдап отырдым мен. Bir күн қара, өзің де білесің ғой, өзің де сондай. Біздің жағдайымыз брифинг бітті ма? Содан бері қарай мен жүріп шырылдап. Енді әділдік қайда? Әділдік қайда? Көліктің өзін, мен уже соттың өзін, Өсекбаев бұрынғы орган ғой, қызметте істеген. Сол күннен бастап ішінде 17 машина шығарып жіберді ғой, ол бір адамдікі болды ғой. Көзбояу шоқпен деп айтып тұрмыз, шырылдап жатырмыз. Көзбояу шоқпен тұрған көлікте тексерсеңдерші деп. 2-ақ күнде шығарып жібердім деп. Білгендерін істеді ғой, ДВД-да, прокуратурада. Сіздің кетіп тұрған себептеріңіз қылмыс бойынша соттың үкіміне наразылықтарыңыз бар. Тергеу келеді. Тергеу, прокуратура, сот бәріне наразылықтым. Содан мен қоғамнан көмек сұрадым. Өйткені мен бекер жүрген жоқпын, 2 жылдан бері дәлел алып жүрмін. Міне маған берген Ожаровтың даже жауабына дейін бар. Бірінші Өсекбаевтың тірлігінен басталған осы қылмыстық іс деген. Ең түсінген адамның ішінде кім сізде айтыңызшы? Сен түсіндің. Енді апа, енді мен түсінсем, енді маған оны қайта түсіндіріп не қажеттілігі бар дегенім ғой. Жалпы қылмыстың төңірегінде іс тергелді. Жоқ, айтайыншы енді апа. Сіз айттыңыз, автокөліктің барлығы бірінші тарапқа да емес, екінші тарапқа да емес, ортада машина қамалып тұрсын дедіңіз. Дұрыс па? Тұрсын деп арыз бердім, тұрды. Апа, иә, мен орындадым ғой. Орындадыңыз, иә. Ол 18 миллион тұратын машинаны 8 миллионға сатып жібереді. Күдік болмай ма осыдан? Жоқ, ол Баймахан 18-ді 8-ге сатқан. Мен осы жерде осындай жағы сізді айғай шығарып, осындай жерде наразылық танытып жатыр дегеннен кейін мен бірден жұмысын бәрін тастасам да сіз үшін келіп тұрмын апа. Мен әбден танытамын наразылықты. Жоқ, дұрыс. Осы іс дұрыс емес. Жоқ, дұрыс. Енді маған нақты қай жері дұрыс еместігін маған айтсаңыз, мен нерден қазір барлығын жазып аламын да, оны жеткіземін ғой. Жоқ, басынан квалификациядан кеткен категория. Иә. Өзіңде кірейін ба, мен кіре берейін оғанда. Болады ғой, иә, мүмкін. Кез келген уақытта ашық қой есік. Жоқ, дұрыс қой енді. Бауыржан айналып қана кетейін. Қай жерін дұрыс деп отырсың? Өсекбаевтың тірлігі дұрыс деп отырсың ба? Әйелі адал сатып алушы. Сотта квалификациясы. Мына жақта сотта отырады адал сатып алушы. Судья кімге береді? Адал сатып алушыға береді. Кім адал сатып алушы? Оның күйеуі перекупщик сатып алып, соған сатып отыр. Қайықтың адал сатып жүр, жәбірленуші қайықтың адал сатып алушы. Сосын ломбард тексерілген, ломбардтан алдым, бердім дегендер нәрселер бар, бірақ ломбард вообще тексерілмеген бұл. Бұл жер енді мәжбүр болды бізді кіргізуге, бірақ телефонсыз дымсыз кіргізді. Біз дұрыс қоя алмадық. Ешқандай апа ғана сұрақтарын қойды, уақыт қысқа болып қалды. Енді қойғымыз келіп тұрған сұрақтарды қазір осы жерден басқа есіктен біз арғы есікте болғанбыз. Арасында жер 200 метрдей жер, сол жерге жүгіріп кетіп тұрмыз. Міне артспортқа сіздер көрсеткен шығын бар ғой, бюджетке келген. Соған жауапты кісілерді шартсыз түрде босатып жібергенсіздер. Мен сізге айтып отырмын, қандай адамдар бізде шартты түрде жауапты деп тұрмын ғой енді, ақшасын жеген жауапты адам. Шартты түрде тергеу ешкімді босатамайды. Ол только соттың құзыретінде. Біз тергеу амалдарын жүргізіп,
тек қана халықтың сотқа көңілі бола ма жүріңіз. департаментке, сіздің департаментке? Мен толады деп Дәрігер. сенемін. Енді тағы Өйткені ең біздің соңғы сұрағымды қояйын тарапынан сізге. қаншама жұмыс атқарылып жатыр, ол халық көріп жатыр деп оған Әділ сенемін. дейсіз ғой біздің жұмыс. Дәл солай, иә. Енді сұрақ қояйын. Сіз әділсіз деп ойласаңыз, сіз конкретно жаңағындай нақты сұрақ қойсаңыз, сіз айтып отырсыз, жаңа арт спорт бойынша бір шартты түрлер қосылды деп. Сіз айтсаңыз, қай адамдарға шартты түрлер қосылды деп отқан Енді жоқпын. қандай? Арт спорттан түскен ақшаны бюджетке мысалы зиян келтірді ғой, қаншама Оның қыруар бәрі ақша. бюджетке қайтарылады. Иә, қайтарылды. Ал неге жауапты кісілер шартты түрде босатылып кетті деп отырмын. Олар, Өзіміздің тілде қараңыз. айтатын болсақ, неге жалтарып кетті? Адам бюджеттен ақша жымқырып, тергеумен оны қайтарылса, ол қылмыстық істен босатылмайды. Енді Ол немесе сотқа жолданады, немесе құтылып кетіп отыр ғой. Өзіміздің тілде айтқанда құтылып кетіп отыр ғой. Сонда бюджеттен ақшаны жіберуге болады дегенсіз ба ол? Жоқ, месеге өзіміздің тілде айтқанда ешкім құтыламайды. Ол міндетті түрде сотталады. Неше жылға сотталды? Ол соттың құзыретінде. Сіз айта алмайсыз. Мен Енді оны айта ең соңғы сұрағымды қояйын. Бірде-бір адам қылмыстық іс қозғап мемлекеттен бір ақшаны жымқырса, ол қылмыстық істен босатылмаған мен оны нақты айта аламын сізге. Бұл іс бойынша, мына Қай іс бойынша? жаңағы Сұңқар авто деген ісі бойынша, егерде мына жәбірленушілердің арызыменен, егерде сіздер арызы негізінде бір заң бұзушылықтар болған болса, және кейбір тұлғалар заң бойынша іске тартылмай қалған сондай бір сипаттары болса, сіздер іс қозғай аласыздар ма? Мен бұл істі нақтысы біздің департамент өндірісінде болмаған. Ол іспен мән-жайы туралы мен ешқандай хабарым жоқ. Бірақ қылмыстық процессуалдық кодексіне сәйкес, егерде мемлекетке залал келтірмесе, бұл істерін департамент полиция басқармалары тексеру керек. Тергеу әрекеттер жүргізу керек. Егерде мысалы арыз бойынша департамент полицияға адамдардың сенімі жоқ, өйткені ол жаңағы Ол сұрағын түсініп отырмын, ол прокуратура органының құзыретінде басқа мекемелерге, органдарға жүктеуге мүмкіншілік бар. Ал басқа да сіздер мысалға іс қозғайтын өздеріңізге қатысты қандай істерді қозғайсыздар сонда? Егер психотроп болмайтын болса, таратқан дерегі бойынша. Бұл Есіңіз кім дедіңіз? Бибінұр. Бибінұр айтып отыр, таратқан дерек ол мен оны түсінемін. Сіздердің өздеріңіздің прокурорларыңыз соны айтып отыр ғой, прокурор ше. Мысалы сіз қандай қоғамдық резонанс деп жатсыз? Шиелде болған жағдай ғой, оны бәрі қоғамдық резонанс деген сөз айтқан жоқпын, ол сіз жоқ, мен айтып тұрмын. Сіз айтып тұрсыз, ондай бізде тергеу амалдар жүрмеген дейсіз. Енді бізде Шиелде қазіргі таңда біраз істер қаралып жатыр. Мысалы? Иә, біраз істер қазір қолының өндірісінде. Мен сіз екісінен айтамаймын. Бұл Біраз істерді істер бар. кеше көрдім. Бір қоғамда, неде әлеуметтік желіде тарады. Адвокат сөйлеп жатты. Прокурор бір сөйледі. дәмді деген ба, бір мейрамхананың несі. Дәл солай енді осылай Сол жерде адвокат айтып жатыр, жаңағы дәмді деген қайықта атылған жоқ. Жоқ, дәмді емес. Мен ол туралы айта алмаймын. Ол енді біз Қызылорда кішкентай болғаннан кейін оны адамның аузында солай хабар жетеді сөйтіп. Сондай дәмді. Қанша кешіріңіз, Руслан Иванович. Сол жерде жаңағы нашағана жаңағы алып сатумен айналысты деген ақпарат тарады деп адвокат шығындап жатыр. Тасымалдаған үшін деп нашаны. Жоқ, соны қаржыландырды деп. Не қаржыландырды, алыс беріс болды деп. Иә, біздің тергеу әрекеттерімен жүргізген тергеу әрекеттермен біз Қазақстан Республикасы екі адамын тергеу әрекеттері жүргіздік, екі адамға қатысты. Олар заңсыз крипто айналыммен айналысқан. Сол крипто айналым бойынша біз тергеу әрекеттерінің нәтижесінде общий жалпы айналым сомасы 1,1 миллиард теңге құраған. Ол 1,1 миллиардтың 600 миллионы наркомагазиндерден түскен нақты дәлелденген. Наркомагазиндер дегеніміз не? Ол телеграм-каналда жүйелерінде таратылған наркомагазиндер бар. Әртүрлі аттарымен бізге тергеумен қазір өтірік алдырмасам 18 наркомагазин анықталды. Сол наркомагазиндерден түскен қаражаттар осы кісілердің счеттарына түскені анықталды. Ол кісілер бұл психотроптық заттарды сатумен онда ешқандай айып салынбаған, бірақ бұл ақша именно психотроптық заттарды сату бойынша сатумен табылған ақшаларды ары қарай жолдауды қатысы бар деген
сөздері бар. Жоқ, Бірақ олар бұл жерде сатты, адвокаттардың олар айқай оны таратты деген ондай Руслан Нұрланович қарашы, жаңа менен сұрақты уточнить етіп жіберейін. сұрап ғой қандай деп. Не, өзіңіз тыңдасаңыз мінекей. Осы қоғамдық резонанс тудырып жатқан Мен жаңа халықтың түсіндіріп арасында. бердім ғой сізге. Иә, осыны. Сіз болмады деп отырсыз ғой иә, енді. сатты Енді сіз деген жаңа айыптау Фархат жоқ. сұрағанда сіз енді айыптау бар деп отырсыз. жоқ, Өйткені ақша Подождите, телеканалда. мен түсіндіріп жатырмын ғой. Мен сұрақты сол. Ешкім сатты, таратты, тасымалдады деген айыптау актісі болған жоқ. Бұлар наркомагазиндерден түскен ақшаларды Алыс-беріс болды. алыс-беріспен солар болды деп отырмын. Тергеу әрекеті. Айыптау актісінде де сол бәрі жазылған, соттың құзыретінде қазір қаралып жатыр. Адвокаттар сіз кінәліміз деп жатқан жоқ. Неге ол әлеуметтік желіге оны ақпаратты Иә, тарқатты неге дейді. таратты онда? Тергеу органы, яғни ДЭР, неге оны тарқатты деп Прокурор тұр. білмейді. Әлі соттың шешім шыққан жоқ. Ол презумпция невиновности, оның құқықтары тапталып тұр деп тұр. Ол Қызмет таратылған желіде тексеріс басталды ма? аты жөні немесе басқа ақпарат адам бірдеңкесін шығаруы айтылды ма? Дәлелмен іс қозғалған. Жоқ, айтылды ма? Конечно, дәлелмен. Дәл солай. Дәлелсіз қозғала ма? Қылмыстық процессуалдық кодексіне сәйкес алдымен істі қозғау үшін дәлелі болу керек. Қараңыз, бұл кісілер заңсыз крипто айналыммен айналысады, тоже былай айтқан кезде криптообменник. Ақша табу пайдасында да. Бір адам, бір тұлғаның өзі 950 миллион теңге обороты болған, жалпы айналым сомасы. Соның 601 миллион теңге, то есть практически 80% пайызы. Бұл крипто именно заңсыз психотроптық веществоларды сатқан ақшалардан түскен қаражат табылған. Ол тергеумен нақты дәлелденген. И бұл қаражатты адамдарға, то есть қараңыз, наркотиктен түскен қаражаттар крипто биржаға шығарып, адамдарға олар беріп отқан дерек фактілер айыптау актісіне қосылған. Қай наркошоптан түскен бәрі көрініп тұр. Қазір движение денег, оно всегда оставляет свой след. Өз несін қалдырады. Көрсете аласыз ба ол дәлелді? Конечно. Қашан көрсете Мен сізге оны көрсете алмаймын, ол сот қарап жатыр, мен оны нақты сізге. Бұндай автосалондарды неге алмайды? Соған сұрақ қойыңызшы. Неге өндіріске алмайды? Вот солай қойыңыз. Неге зерттемейсіздер сіздер? Қайсы автосалондарды ма? Жоқ, автосалон ғана емес, вообще машинский предприятие андай үлкен осындай нелер да, предприниматели. Сондай адамдарды лақтыратын предприниматель. Қараңыз, қылмыстық процессуалдық кодексіне сәйкес, жаңа мен сізге түсіндіріп өттім, егер де залал заңды тұлғалар келтірген болса, ол бойынша департамент полиция басқармалары тергеп тексеру әрекеттері жүргізеді. Егер залал мемлекетке келтірілген болса, онда тергеп тергеу әрекеттерін экономикалық тергеп тексеру департаменті жүргізеді. Жаңа қаржылық пирамида қылмыстық процессуалдық кодексіне сәйкес именно экономикалық тергеп тексеру департаментіне жүргізуге тапсырылған, сол кодекске сәйкес. Жауабым сол. Если жаңа сайттыңыз ғой, егер де біз басқа құқық органдарына сенімсіздік тартсақ, ол уже орган прокуратура сіздердің арыздарыңызға сәйкес басқа органға беруге тарапты деп санаймын.